қазақ тілді өте терең оқу керек. Қазір қазақ тілі дегенде біздің университетте жақсы оқыған. Сондықтан бізде қазақ тіліне біздің сауатымыз қазіргі журналистиканың көшілгелі. Қазіргі оқу орындарында қалай оқығанын білмеймін, бірақ кез келген облыс газетті оқиын, айқынды оқиын, егеменді оқиын, оның сіздерге сайттарды. Мен сіздерге лекция барысында әлеуметтік желіні мысал әкелтірмеймін, мен сіздерге ресми сайттармен тіркелген, одан кейін барып ана газет, журналдарда, телевидениедегі мысалдарды келтіремін. Оның себебі мынандай, ақпарат құралдары, журналист деген ақпарат құралдары бар, ақпарат құралдары тіркеледі, бұл ақпарат құралдары. Ал енді ешкім тіркелмеген нәрсе, ол кәдімгі, ол әлеуметтік желі, соның әлеуметтік желідегі жазбалар, олар менің мәңгі талқылауыма неме түспейді десем, оның ішінде белгілі мен журналистерді ғана көрсем олар тыңдалам, ал қарапайым халықты бөлек әңгіме, мен олар талқыламайын, түсіндірмеймін. Сондықтан жазбалар, мысалдардың бәрі журналистер. Сондықтан журналистер қазақ тілін оқу керек, бірақ қазір қазақ тілінің деңгейі, оқыған деңгейі өте нашар. Одан кейінгі екінші жақсы дүние бар, бірінші қазақ тілін көрсетейік, не оқу керек журналист? Қазақ тілі. Одан кейін екінші қызық. Бір деңіздер қазақ тілін ғалым білесіздер. Екінші, одан кейінгі пән бар оқу керек. Екінші өндіріп оқитын пән бар, ол екінші оқитын пәннің аты психология. Біз психологияны өте қатты оқуымыз керек. Оқу орнында мұны оқыттың ба психологияны? Жұрфакта оқытты ғой да? Өйткені себебі психология бізге керектігі мынада. Психология керектігі біздің жұмысымыз тек қана адамдармен жүздесу. Қайда болсын, онсыз ештеңе жоқ. Мысалы құрылысшы ешкіммен сөйлеспей қабырғасын қалай біледі, оған ешкіммен сөйлесудің керегі жоқ. Етікші ешкіммен сөйлеспей заказ берген адамнан қандай етік тігу керек дейді, етік тігу барысында оған бір менеджер болса, қайсы болса, бұлғарысы болса жетеді. Ал біз тек қана адамдармен сөйлесу арқылы материалдар жиналады, адамдармен сөйлесу арқылы біз жаңағы телевидениеге синхрондарын береміз, газет қолданғандардың сұхбатын береміз. Ал көптеген журналистер психологияны дайын, психология жағынан дайын болу деген сөз адамның кеудесіндегі сандықты кілтті аша білу. Кей уақытта саған қажетті сұрақты бірден қоюға болмайды. Адам түсіндірмеу керек. Ал кей уақытта керісінше уақыттың тығыздығында сен бір нәрсеге жауап алып тұрдың керек, сол уақыттан сұрақ қойып білдің керек. Бірақ адам соған жауап беретіндей дайындықта болу керек. Міне өзің дайындалып бармаса, көп жағдайда кейіпкер сөйлей қоймайды. Онан кейінгі дүние бар, мынау адамдардың мінезі өзі төртке бөлінеді, оны жақсы білесіздер психологиядан. Бірақ төрт мінездің ортасында да жаңағы сангвиник пен флегматиктің арасында мінез болады, флегматик пен холериктің арасындағы ауысқалы мінездер болады, адамдардың көңіл күйі толып тұрады. Міне осыны аулай білу керек. Адамдардың көңіл күйін неғұрлым таппасаңдар, соғұрлым сендерге ол адам шешіліп сөйлеседі. Содан кейін баратын кезде сөйлесетін адамның кім екені, не екені өте керек. Мына журналист әрдайым дайындалып бару керек. Дайындалып бару деген сөз, сен әр сәтте бас тапсырма берсе, сен бесінші адамдар кім екенін білмей қаласың, демек сендерде үлкен жаңағы білім болу керек. Кімнің кім екенін білетіндей жақсы білім болу керек. Ол адам не істегенін білу керек. Ол адамның қандай еңбектері бар екенін білу керек. Мен де мынау неді айтып, Қазақстандағы бүкіл тарихшылардың толық телефоны мен тізімі бар. Ол Қарағандының университетінде, ол Тараздың университетінде, ол Байтұсында, Қостанайдың университетінде, ол ана Сегізбаевтың Өскеменнің университетінде, ол Атыраудың университетінде, менде барлық тарихшының толық телефоны мен тізімі бар, және ол тарихшының қандай тақырыпта диссертация қорғағаны бар. Қандай тақырып. Міне осындай нәрсе әрқайсысына керек. Ол жағдайда сен адамның кімнің немен айналысқанын білесің, қараймда мына тақырып керек болса, мен тура сол адамға дәл тақырып кеткен себебі көбіректе сендер әйтеуір адам табылса болды. Сендер дегенде сендер жалпы журналистер жақын емес. Әйтеуір бір адам табылса болды. Ал ол адам ана тақырыпты білмей ме, ол адам тақырыпты білмей ме, оған көп назар аудара бермейміз. Олай болмау керек. Әңгіме тереңдікте. Терең ғана білетін адаммен ғана жолы сол тақырып білетін адам. Мысалы, өткенде Қорғалжынға бардым. Қорғалжын құстар бар, бір ана директорының орынбасары ихтиолог болатын. Демек, бұлай Қорғалжын өзі балықпенсің ғой. Мен ол адамнан тек қана балық туралы сұрадым. Негізі бір қазанды сұрау керек. Ол адам бірақ біледі, бірақ
ғылыми зерттеген тақырыбы балық. Бұлай басқа журналистер болса айтып келді, Қорғасында Аққұлы айтып бергенше, Қоқиқазы айтып бергенше айтып болады, ол біледі. Бірақ ол тақырыбы басқа. Демек, міне осындай қысқа ғана нәрсе болады, соны айырбастап алуға болмайды. Сен тоқына тоққанда жіппен шатасыдан кілемін шатасып келеді ғой. Демек, сол сияқты әрбір жіпті қолына ұстап тұру керек. Әр салаң маманымен психологияда келіп тұрған себебіміз, психологияда адамдар сол дайын адам мен адам дайындап барып сөйлесу керек. Демек, біз адамдарды жақсы білуіміз керек. Адамдардың мінез құлқын білуіміз, не істегенін білуіміз керек. Және не істейін деп тұрғанын оқиға қатысушыларымыздан сұрап аламыз. Онан кейін ең керек бізге тағы бір қырында логиканы оқыды ма? Ол логиканы оқу керек. Журналистикаға ең керек мәтін логика. Логика қараңыздар қисын ғой. Кез келген мақала қисынды болу керек. Кез келген сюжет, кез келген эфирден өтетін бағдарламаға қисын болу керек. Жүйе болу керек. Логика деген бірінші қисын болса, екінші жағынан жүйе деп түсіндіруге болады. Бізде бүкіл журналистика басынан аяқ жүйесіздік. Жазылған мақалада жүйе болмайды. Шын мәнінде ойлайсыздар, былай қарағанда жүйе байқалмайды, бірақ маман адам қараған кезде жүйе байқап тұрады. Мысалы, Айтматовтың Боранды бекетін оқыңдар ғой. Оның үстіне Қызылорда облысына арналған, Байқоңырға арналған түйесі бар, кәдімгі бүркіті бар, әлгі теміржолшы жұмысшылары бар. Сонда қандай жүйе бар? Одан кейін Оралханның құм мінезінде бар, құм мінезінде бар. Дейде Боранды бекетте не дейді? Бұл жақта пойыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа жетіп жатады деп тұрады ғой. Айтматовтың романы мынандай ұзын роман. Мынандай. Әр жерінде, бұл жерде пойыздар шығыстан батысқа, батыстан шығысқа жетіп тұрады. Бұл жерде бүкіл роман осылай бөлінген. Жүйе деген осындай. Анау дүние мынау романның, мен Айтматовтың бүкіл романның формуласы осындай гәне. Логикалық жағынан өте қисынды. Ұзын нәрсені, міне әр жерінде бұл жерде пойыздар. Бұл кісі Оралханнан алдырғанда әдебиет пен журналистикада дайын нәрселердің көбі сенің адамдарың ғана жаңа болады, сенің оқиғаң жаңа болады. Бірақ ондай дүние ондай форма әдебиеттен неде журналистикада көп кездеседі. Біреу ала біледі, пайдалана біледі, сен ешкім мазмұнын өзгертесің, сөздерін өзгертесің, форма қала біледі. Оралханның құм мінезінде ал қара көк аспанмен тағы самолет ұшып өтті. Ал қара көк аспанмен тағы самолет ұшты. Ал қара көк аспанмен тағы самолет ұшып, оның повесінде 5-6 жердегі осы бар. Кейін Айтматов оны самолет пойызға алып өзіне кіргізді. Бұл логикалық жағынан оқырман анаған дайын жұта бересің. Мынадан не жұтасың, мынадан ары қарай жұтыла береді. Мұның барлығы екеуі де не емес. Мұның екеуінің барлығы неден алды? Екеуінің барлығы қазақ әлінен алды. Тұлға осында кесе былай. Қайырма. Бір шумақ қайырма, бір шумақ қайырма, бір шумақ қайырма. Логикалық жағынан қисынды. Міне кез келген нәрсенің логикасы болады, ең үлкен қазақтың әндері. Бір шумақ қайырма айтасың, бір шумақ қайырма айтасың, бір шумақ айтасың, қайырма айтасың. Біздің гимнінде сондай, кез келген қазақтың әні сондай. Міне жүйеге түсіре білген сөз осы. Бұл логиканы жақсы түсіндер, жазуға оңай болады. Жазу деген өте бар. Мысалы мен мақала жазам, мақала жазған не істеймін? Мақала информбюро деген сайтта мен апта сайын келісім бар, апта сайын бір мақала тұрады. Және жақсы мен істеймін, мен бұлай істеймін. Мынау бірінші тақырыпша, мынау екінші тақырып, мынау үшінші тақырып. Менде мынаның жолдарына дейін бірей болады. Мынаға мен 500-ын қойсам, 500. Мынадан 300 сөз болса, мынадан 300 сөз, мынадан 300 сөз, бұлай байқалмайды. 10 сөз бұлай болуы. Бірақ мынадан ұзын болып кетпейді, бұлай болмайды. Мынау бұлай, екінші тақырып бұлай, төртінші тақырып бұлай болмайды ешқашан. Логика. Мынада жүйе жоқ. Бір жерде көп айттың, екінші тақырып қысқа болып қалды, үшінші тақырып мүлде ұзын болып кетті. Ал егер таза логика мен жүйе өзін ол адамның ішінен өзі осыған тәрбиелесең, мен мынаған сәл жетпейтін нәрсені қосам, мынада ұзын нәрсені алсам, мына өте ұзын болса, мен аламында бейтенде, ортасынан мынаны бөлінде, мынаған төртінші тақырыпша қоямын.
сонда бірдей болады. Міне әр нәрседе осындай жүйелерге бұл жазуға өте жеңіл болады. Кейін болған нетіп алсаңдар өздерің шеберленесіздер. Осындай дүниеге үйрену керек, осындай дүниеге келу керек. Бұның бәрі жаңағы қисынды. Сонда мына мен қисынсыз нәрсемді мен қисынға келдім де ортасына одан бір тақырыпша қойып қойдым да төртке бөлсең төртеу бірдей. Бұл кәдімгі фабрикада статистиканы шығарады ғой, бірдей жазылып. Тура сондай болу керек. Сонда жүйеге келеді. Әйтпегенде бізде көбіректе мына логикалық жағынан жүйесіздік өте не. Мұның барлығы кәдімгі жазатын алдымен бір формаға түсіріп аласың. Формасын ойлап тапсаң, содан кейін саған жазу оңай болады. Тіпті бұны саясаттар мен сіздерге айтайын. Бұл логиканың ең үлкен саясаттар мәселесі. Қай жылы Қытай Гонконгты қосып алды? 10 шақты бұрын қосып алды ғой. 2001-де ме? Гонконгты Қытай кезінде Ұлыбритания Қытайдан арендаға алған 250 жылға. Аренданың уақыты біткеннен кейін Гонконгты Қытайға аралды Ұлыбритания қайтарып беретін болды. Енді қалай? Қытайда бір-ақ партиялы коммунистік партия басқарған Қытай ел. Гонконг көп партиялы мемлекет. Экономикалық жағынан Қытай жоспар бұл кезде экономика Гонконгта нарықтық экономика дамыған. Не экономика қисынға келмейді, не саясат қисынға келмейді. Бірақ екеуі қосылып екеуі жалға алған уақыт бітті, арал қайтып береді. Қытайдың басшылығы алды да оп-оңай ойлап тапты. Мына формула жаңағы, мына логикалық формула. Міне, бүкіл нәрсе бір елдің ішінде екі жүйе өмір сүріп. Бір ел пен екі жүйе. Мынада саяси жүйесі де бөлек, экономика жүйесі екеуінің екеуі, бірақ екеуі бір елдің ішінде өмір сүріп. Бүкіл Қытайдың Гонконгты қосылғанда Қытайдағы формуласы осы. Осы формула бойынша ешқандай несі жоқ. Гонконгтың жаңағы экономикасы жоғалып қала береді, саяси несін араласпаймыз, бірақ ол ортақ шекарасы бар. Бірақ қазір соның өзіне Гонконгтың бәрі ғой, өткенде бір ай елеуді ме? Әлі бір ай елеуді, бірақ міне соның несі Қытайдың қосылған формуласының несі осақ болады. Жүйелеу деген осы. Кейде оп-оңай кейбір мақаланы немесе сюжетті бір сөйлеммен бастайсың да, ең аяғында сол сөйлемді қайталайсың. Бірінші сөйлемімен ең соңғы сөйлемі бірдей болады. Айтайық, Қасым Қайсен, майдангер Қасым Қайсен диванда жатыр да, кухняда жүрген бәйбішесіне асылы деді, ол кісінің аты асылы мұнда келді деп айқайлады, бітті. Бірінші сөйлем. Содан кейін ол кісінің бүкіл өмір айланып келеді, бүкіл не басынан айланып келеді, соның ең соңғы сөйлемде соның бәрі ойға түскен Қасым жаңағы бәйбіше бері келді айқай салды. Сен бірінші сөйлемі, сен ең соңғы сөйлемді қайтып. Сонда не шықты? Сонда бізде мынандай шеңбер шықты. Міне мақаланың формуласы. Бірінші сөйлемінде айқайлады, ең соңғы сөйлемінде қайтадан айқайлады. Соған дейін біз барлығына келген кезде, ол жазған кезде білмейді міндетті түрде. Бірақ міне формуласын тұрғына шығады. Сен бүкіл мына сөйлемге бүкіл барлығы қисындырып әкелді, қайтадан сол сөйлемге көрермендеріңді, тыңдарманыңды, оқырманыңды алып келдің. Онда мақаламыздың формуласы шеңбер сияқты болады. Әйтпесе, сол Қасым Қайсен туралы жаңа былай не жазамыз? Қасым Қайсен туралы материал жинап тұр. Немесе тәжірибе, немесе асқар тоқпаған бет оның кім болуы ешқандай міндет емес. Қарасаңыздар, ол алдымен майдангер, солай ма? Соғысқа майдангер ғой. Майдангер, жауынгер. Екінші жазушы. Үшінші табанда біз айтамыз, ол кісінің жаңағы қайраткер. Міне, былай қарағанда бұл мақала, ал формулаға сызғанда үш бұрыш. Өйткені біз үш қырын айттық, алдымен мына қырын айттық, бірінші бөлім, мына екінші бөлімде мына қырын айттық, үшінші бөлімге мына қырын айттық. Егер оны біз бірінші өмірі қиын болды, жетім өсті ол кісі балалар үйінде тәрбиеленсе, онда жетімдік бірінші шықса, демек онда біздікі үш бұрыш емес, төрт бұрыш болады. Мына жаңағы майдангер, жазушы, қайраткер деген оған жетімдікті қоссақ, төрт бұрыш болып шығады. Алдымен осыны жасап алу керек. Не барында осыны қалыптастырсаңдар, осылай ойлап үйренсіңдер, жазу деген оқылмайды. Өйткені себебі білесіңдер ғой,
кез келген үй біз арматура былай колонна құямыз, төбесін құямыз да, содан кейін қабырғаларды кірпішпен қалай саламыз. Кәдімгі үй солай салады ғой. Астында солай салады, алдында солай салады. Алдымен бұрыш-бұрыштарын құйып алады да, ортасын қалай салады. Міне сіздің бір мақалат, мынау соң бұрыш-бұрыштары қалғандардың ортасын сендер сөздермен, ойлармен, пікірлермен бере салуға болады. Дұрыс па? Енді керегі логикасын сұрақ-сұрақ түсіндірем. Енді керегі біздің журналистің ең ақсайтын жері, ең не жері тарих. Тарих оқытан оқу орындар ма? Осы тарих жақсылап оқу керек. Біздің ең түсінетін жері, білмейтін жері тарихты көп білмейді. Бірінші, біз әркім өз өлкенің тарихын білуіміз керек. Қызылорда оқылғаннан кейін, облыс қашан құрылғаннан бастап, ол құрылғанға дейін бұл жерде Базардұра өтті ме, бұл жерде қорқыт бабаларың өтті ме, қандай оқиғалар болды, осы жерде құлап жатқан көне қалалардың орындары қай жерде жаңағы кім басып алды, соның барлығы революцияға дейінгі тарих, Жанғожа батырдың тарихы басқаларының сендер жақсы біледі. Бірінші, білетіндер бұл тарихын тармақтайсыңдар. Бұл тағы бет-бет тармақталар. Бірінші өлкенің тарихы, осы жердің облыс дейміз ғой, енді өлке ғой, осы жердің тарихты өз жақсы білу керек. Екінші, Қазақстан тарихы білу керек. Қазақстан тарихына Қазақстанның тарихы білу керек. Себебі, Қазақстанның тарихын көп адамдар журнализм білмейді, өте ыңғайлы жағдай болады. Мен бірақ мысал айтайын. Алдымен өлкенің тарихынан айтып кетейін. Өткенде Айқын газетінде шықты, сендердің жерлестерің барлығымыздың мақтанышымыз қазақ жаушының абызы, қазақ Әбдіжәміл Ақсақал 95-ке толды. Солай ғой. Алматыда үлкен той өтті. Толқын бардың ма барған жоқсың? Үлкен той өтті. Сонда Айқын газеті мақала берді. Мақала бергенде білмейтіндегі Дулаттың алдына салды. Өзі Дулаттың алдына былай деп салды. Айқын газетте шықты, мен оқымда шошынып кеттім. Сонымен қайнады ғой салқырын жазып қойдым. Бұл кісі өзінің туған жері Беларам ғой, соны Беларал деп жазды. Беларалда өзінің жиратын салғыз қойған деп. Білмейді, өлкенің несін білмейді. Беларам неме оқыса, Беларал деген мұнда жоқ. Қарасыңдар, Беларам оқырғы бар аралда да сол. Институтын қара, Әбдіжәмілдің өзінің кітаптарын қала, Беларам деген кітабы бар. Қазметтерді қара, қазметтерді қайыр азды. Шалқар айтылады, Беларан айтылады, онан кейін қарап қоя, қараптен шықты, селден ағып кеткенде қараптен шықты деп ойлайды, ой романмен кәдес. Демек білмейді өткен тарихын. Ал енді Қазақстан тарихын білмейтіндер, мен тағы да көп өткен хабар агенттігінің болу керек, журналист системада тұр, камераның алдында, артында табличка тұр, мынандай. Мына Алдаберген ауылы деп, мына Алдаберген ауылы. Біз қазір Нұрмахан Алдаберген ауылына барамыз дейді. Әрине атасын бар деп айғайда береді. Нұрмолда Алдаберген Қазақстанда бар болғаны екі мәрте сәсер еңбекерлері кісілердің күріш жаталарымыз, Жамбылдың Қойшы атасы, Ыбырай Ақсақалмен Жазылбек Ақсақал ғой. Содан кейін Нұрмолда Головацкий, екеуі колхоздың артына келіп, содан кейін екі мәрте тағы бір социалист еңбекері, жаңағы біздің Кузнецов қазақ азаматтық авиациясын басқарған. Соны айтты, 3 мәрте еңбекері. Сонда айландырған 5 адамның атын Қазақстан тарихын білмейді, ал бүкіл хабар агенттігіне жаңағы Нұрмолда Алдаберген, Нұрмахан Алдаберген неше камераның алдында тұрып алған микрофон стендап жасап, міне тарихты білмеу деген осындай үлкен кемшіліктерге ұрындырады. Демек біз алдымен өлке тарихын білуіміз керек, онан кейін Қазақстанның тарихын білуіміз керек, содан кейін біздің ниетімізден тысқары ешқандай ниеттен жоқ. Біз 70 жылдан астам уақыт КСРО ма, СССР ма, соның құрамында болды, оны ешкім жоққа шығармайды. Тарих жүзіне өшпейді. Алдағы нәрсені өзгертуге мүмкін, ал өтіп кеткен тарихты сен ешқашан бұрмалай алмайсың. Демек біз мына СССР тарихының кезінде бізде ең үлкен оқиғалар болды, ашаршылық болды, зиялыларымыз қудаланды, саяси репрессия қатысты, екінші дүниежүзілік соғыс өтті, тіпті патшалық дәуірде бірінші дүниежүзілік соғыс өтті. Соның барлығынан біз хабардар болуымыз тың игерілді. Мына Қызылорданың бүкіл массив аймақтарының барлығы сол кезде СССРдің кезінде игерілді. Демек біз мына тарихты білуіміз керек. Содан кейін білуіміз керек әлемдік тарих. Бұлар күнде кездеседі. Әлемдік тарихты біз дүниежүзілік тарих болып айтқанда
бұл тарихта қатты оқу керек екен. Себебі дүние жүзінде болып жатқан қазіргі оқиғалардың бұрыннан келе жатқан салқыны бар. Сен Индия туралы барып, Индияға сапармен барсаң, оның Британияның отары болғандығын, Британ ықпалында болғанын, оның алда ұлы моғолдардың, кәдімгісінің барлас руының адамдары алып басқарғанын білуің керек қой. Сен қазіргі жарқырап тұрған Индияны білгенмен, оның ар жағы қандай тамыр бөлінген. Пакистанға барсаң, оның қалай бөлінгенін, кім бөлгенін білуің керек деген сияқты дүниелердің барлығы керек. Мен анау Ауғанстан мен Пакистанның шекарасына бардым. Күбір деген шатқалда екі ортаны еркін аймақ дейді. Пакистан үкіметі басқарылғаннан кейін шекараны еркін аймақта берілгенде кәдімгі Ауғанстан мен Пакистанның арасында халық еріксіз қарсы сапырып көшіп жатады. Мен оған 93 жыл бардым ғой, енді 20-да, бірақ ол жағдай өзгерген жоқ. Бізге енді ғана келіп, сол кезде әйелдердің қап-қарағып жаулығына мен шошитынмын. Пакистанның өзінде ондай емес. Пакистанда кәдімгі маңдайын ғана жауып, тамағын орап, беттері ашық, ешқандай кәдімгі телевидениесіне барып, газеттеріне барып, көшесіне әйелдер тек басында міндетті орамал болады, бірақ ешқашан бетін тұмшаламайды. Ал Ауғанстанда кәдімгі көзіне дейін торлық тастаған, еркін аймақта өтіп жатқан, сол кезде біз ең алғаш қара киінген адамдар қорыққан едік. Қиын бізге де келді ақырында. Бұл өте жалпы өте терең әңгіме, бұл қорқыныштағы мен деген айтар едім, сақал жоқ жігіттерді көргенде қуанамын. Телевидениеде істегенде жалпысында монтаждағанда режиссер болсын, анандай әлгі жамылып алған әйелдер көрсетуге тырысыңдар, бұл содан шығады. Сақалы бар әлгі мұрты жоқ, жада жігіттер көрсетудің керегі жоқ. Видео түсірген, съемка түсірген кезде, оны монтаждаған кезде ондайлардан мен айтарым, ондайлардан қашыңдар, ондайларға не жоқ. Онда ең болмаса көшеден көрсе де, екіден көрмеу керек, жайыспен фото түсіргенде де ондайларды жолата берудің қажеті жоқ. Ол бөлек әңгіме. Соны мен айтайын дегенде, әлемдік тарихты айтайын дегенде соған кетіп, сол шекараға барсақ, не істеген? Бұл жерде өзі Күбір деген шатқал, анау үнді түбегін жаулау үшін екі жағы күнді көштаулар былай келеді, ортасында шатқалдан өтіп, бүкіл әскер содан өткен. сонда мынандай үлкен жартас, тура мынандай жартасқа қашап жазып қойған. Олар енді Пакистан ағылшын тілді ғой. Одан әлгі біздің эрамызға дейінгі 101-ден кейін жылы бұл жермен мына әскермен Александр Македонский өткен деп жазып қойған. Шынымен Александр Македонский өту үшін, сол жерден жаулау үшін Үндістан сол жерден өткен. Екінші 1103 жылы бұл жермен жаңағы барластардың атасын жазып қойған, бұлар өткен деп Бәленбайдың әскерімен. Сонан кейін 1601-ден кейін жылы Нәдіршах өткен деген, Нәдіршах жаулады ғой. Сонан кейін сөйтіп бәрін жазғанда, онан кейін Бәленбайшылы 1701-ден кейін жылы ағылшынның бригада генерал Бәленбай өткен деген ағылшын бар жаулады ғой. Ең соңында 1989 бір жылы масқаралы болып орысқа жеңіліп кеткен жазып қойған. Айдаладағы жартасқа тарихтарын жазып қойған. Біз, демек, біздің тарих, әлемдік тарихта соның барлығын біз білуіміз керек. Жазу оңай болады, жазу жеңіл болады. Демек, бұл білім. Тарихтан көп журналистер біздің сүрінеді. Тарихтан сүрінген кешірілмейді. Сен қазіргі адамдардың аты жөнін жазсаң кешіруі мүмкін, бірақ тарихтан етсең сенің сауатсыздығың қазіргі басып істейді. Ал тарихтан сүрінгенде ол білімсіздік болады. Екі дүние бар, қате екі түрлі бар. Бірінші асықпастан кетеді, оны байқап тұрасың, асыққан ғой деп, әрбір қателер, кейбір қателер асыққаннан кетеді. Оны негізі асықпау керек, оны қазір айтамыз. Ал тарихтан ешқашан қателік болмайды. Сонымен осыларды сендер біліп алсаңдар, ешқашан міне бұл сендерге керек базалық білім. Оның сыртында әрине түрлі салаларды білу керек. Өйткені сен журналист әмбебап қой, бастан қарап отырмай, телевидение күні сен сюжетті түсіріп, біреу медицинаға жібереді, біреуін күрішке жібереді, тағы біреуін содан кейін экологияға жібереді, әйтпесе қылмыстан, соттан бірдеңе береді. Әр саладан хабары болу керек. Ол энциклопедиялық білім болмауы мүмкін, бірақ бұлай бетін қалсаң да барлық саланы білу керек. Елдің бәрі жаңағы қызылмияны теріп жатқандарын әлгі сюжеттік берсең, қызылмия не үшін керек, ол не үшін келеді, оның қандай қасиеті бар, қандай пайдасы бар. Демек сен медицинадан қызылмияның өзін айттың, сен медицина хабарын болу керек, ол мынандай ауруларға ем. Екіншіден, қызылмия өзі қандай жағдайда қалай өседі, демек сен ботаниканы білуің керек. Түсіндір ме? Үшіншіден, қызылмияны жұрған үшін адам қалай жазылады, демек сен құқық саласын жаңа қылмыстық кодексті білуің керек. Сонда бір тақырыпқа барам дегеннің өзінде сен ана үш ғылымның саласын ең болмаса шала-шалып қалсын, сен балам түсінігің болу керек.
қызылмияның қай жері жапырағы пайдалы ма, гүл пайдалы ма, тұқым пайдалы ма, тамыр пайдалы ма? Сен уже ботаниканы білесің, мынау гүлі, мынау жапырағы, мынау сабағы, мынау тамыры. Ботаникалық білім болады. Міне осындай нәрселер бізге білімнің, ғылымның барлық саласы керек. Ендігі әңгіме, келесі әңгіменің айтып берейін. Жүйесін айттық, құрылымын айттық, ендігісі тақырып қой, солай ма? Тақырып туралы біраз айтайын ба? Журналистикада тақырып қою өте жеңіл болып кетті, бірақ сол өте жеңіл болғанның арқасында өте күлкілі болып кетті. Егемен Қазақстанда оқысындар, енді көбірек оқымай қоймас, оқысаңдар, мен оқимын, мен тақырыптарын оқимын да, қайда не болғанын білемін. Мен газеттің ішін оқымаймын. Өйткені себебі шуда жаңа электростанция іске қосылып, мен ішін неге оқимын, тақырыбында сөйтіп тұр ғой. Бірақ сол шуда электростанция қосылып, мына Темір Жамбыл облысы бітті, маған керегі жоқ. Сол кейін тағы екінші нетіп 300 балалық 300 спортшылардан спортзал салынып дейді. Салынып мен қарай, Рудный қаласы Қостанай облысы дейді. Қостанай облысында Рудный қаласында салынады. Міне газеттер өздерін қорқып тұрып отыр. Тақырып оқысында, адресін оқысында қалған ештеңе керегі жоқ. Автобус апатқа ұшырап 517 адам жарақаттанды дейді. Бұл мен қарай, Қордай Жамбыл облысы. Қордай жаңағы автобус апатқа ұшыраған. Газеттен өздері тақырыбына оқиғаны қойып қойғаннан ешкім газет оқымайтын болды. Сонда ортасындағы 500 сөз, ортасындағы жаңағы жолмен есептесек 300 жол не үшін керек деген сол газеттің журналистері өздері білмейтін болу керек. Демек тақырып қою өте шеберлік, тақырып қою иірім. Бізде сол иірімді тауып қоя алмайды. Ең алдымен тақырыпта екі нәрсе болу керек. Не мынандай жағы, не мынандай жағы. Бірінші тақырып контраст болу керек. Тақырып контраст. Мен журналист тәжірибемнен сілеп айтқанда Лондонда бардым. Ең жақсы сәтті тақырыптардың бірі. Бізге де бәрі келді ғой. Күндіз жарқыраған көше, керемет жаңағы зәулім ғимараттар, жүріп жатқан экономика, жұмыс істеп жатқан заводтар, күндіз түнде наркомандар, жетекшілер және басқа өте қорқынышты құбылыстар. Біз сол екеуін де көрдік. Ол кезде бізге келмеген тыңғылық бөлімге сол кезде көрдік. Біз барып барады, ол кезде бізге көп келе қоймаған ескі тұтынатындарды апарып көрдік. Сол екі жағын көргеннен кейін мен тақырып қойдым. Лондонның қаймағы мен қаспағы дедім. Мына жағы Лондонның. Жарайды Лондонның болады, жарайды Лондонның қаймағы мен тағырып қойды, контраст алады. Анау беті, анау түбі, анау жеткен жесірін бір қаймағы, бірақ ананда адамдардың несіндегі, негізі олда еркіндік. Онда олардағы екінші астарда бар. Наркоман болсаң десің, бола бер, не болғым керек, сол бол деген дүние ғой. Бірақ еркіндіктің белгілі деңгейде тежегіші болу керек. Шексіз еркіндік ол мүмкін емес. Шексіз еркіндік түбінде ол интеграция құлағаннан бастап, көп нәрсе шексіз еркіндіктен бастап құлады. Совет одағының басшылары тежеп келді, халық қорқып келді, қайтып ұстап келді ғой. Горбачев еркіндіктер не болды? Совет одағы 15-ке бөлінсе кетті. Сталин еркіндіктер бөлінсе 15-інде 45-ке ұстады. Демек еркіндік пайдалы дүние, бірақ еркіндіктің жағдайында белгілі шектеу болады. Қаспаны қастайды. Сонда негізгі әңгімемізде контраст. Тақырып осындайдан ұқпады. Лондонның қаймағы мен қаспағы деп бердім. Демек контраст бар. Осындай тақырыпта халықтың миын жақсылады. Осы тақырыбым менің екі тақырыппен бірге 90 жылдың ортасында біздің тіл білім институты ғалымдары Америкаға барып жаңа тәжірибе болмасқанда біздің тақырыптар Америкалықтардың өзін кішкентай тәнті етіп ризашылығына бөленіппіз.
контрастпен бірінші ұтады. Екінші контрасттың нәрсесі бір тақырып қойдым. Мына қазақ тілін оқыту кезінде қазақ тілін жаппай үйренейік деп қой. Сол кезде елдің да бар, бірақ методика жоқ, белгілі үйрететін ұстаздар жоқ, бәрі біледі, бірақ қандай методика, онан кейін сөздіктер жоқ, соның барлығы көп нәрсе жоқ, бірақ халықта анықтама бар. Мен алдымда мақалаға мынандай тақырып қойдым. Бұл да контрасттың белгісі. Қағаз бар, қалам жоқ. Контраст. Міне осындай контрастты тақырыптар дереу тартады. Екінші, оқыған адамның сюжеттің астында контрасттар көрген адамның миында қалады, ұмытпайды. Ұмытпайтын үнемесіндер біз. Демек осы назарда енді оймасы жатыр. Жаңа бағана қайтайын дегенде, қазақ тілі дегенде журналист не білу керек дегенде миында қалады деген оймасы. Мына қазақ әдебиетін, біз онан кейін қазақ тілінен басқа қазақ әдебиетін жақсы оқуымыз керек. Үлкен себебі әлемдегі әдебиетті жақсы оқу керек. Кей жағдайларда бізде әдебиетте болған кейіпкерлер, қазір сен айтайын деген кейіпкерлер көп жағдайда ұқсайды. Ең болмаса бір оқиға, бұрын болып кеткен оқиға, әдебиетте бар оқиға болса, мақаланың ішінде соны келтірсең, не телесюжетте соны келтірілсең, сенің оқығаның білімділігің байқалады, одан кейін бар көрермендер езілтады. Қалайын болмаса, мен соны мысалға келтірейін деп тұрмын. Қазір 90-шы жылдың ортасының аяғында ма біздің ол кезде милиция аталатын, біздің милициямыз кәдімгідей халыққа өз тиісіп, қылмыскерлерді ұстаудың орнына халыққа өздері қиянат жасай бастағанда хабар агенттігінде тапсырма беріп Дархан Әбдік, қазір парасат майданы жүргізеді. Ол кезде жас журналист Дархан Әбдікке сюжет жаса дедім. Телевизиялық сюжет жасады да, ең аяғында полицияларды айтқан, милицияны айтқан, бұлар осы заманның құрымбайлары ғой деген. Құрымбай Бейімбеттің кейіпкері, Бейімбеттің жаңағы 30-жылдарда жазған, басында жазған әңгімесіндегі шолақ белсенді халыққа өзі тиіскен жаңағы милицияның өкілі. Сонда қазіргі милицияны жаңағы біздің Дархан сол кезде Құрымбайға теңеді. Міне теңеу, теңеу деген осы, міне контраст деген осылар шығады. Бір нәрсе миында шегеленіп қалады. Оның үстіне Дарханның оқығандығы, білімділігі, ана сюжеттен оның Бейімбетті оқығаны, Бейімбет жақсы біледі, демек Бейімбетті білсе басқаларын да біледі. Демек дегенсіз ғой, осындай мысалдар журналистің білімділігін көрсетіп, содан кейін әрі екіншіден оның сюжетін алға отыра Дархан тағы кім туралы кімді кімге теңейді деген сияқты қызығушылық туғызады. Ақыр аяғында қазір көп жаңағы халықтың ықыласын туғызып отырған үлкен бағдарлама жасауға дейін оны қол жетті. Демек ол сатыла кетті. Алдымен жаңағы шағын ғана сюжеттерде білімділігін көрсетті. Оның білімділігін көрсеткеннен кейін оған үлкен мүмкіндік ашылды. Бұл сіздерге бағана айтатын мысалда. Енді мына өзіміз мына тақырыпқа қайтып келсек, міне осындай контрасты, қағаз бар, қалам жоқ. Ынталы, бірақ оған мүмкіндік жоқ. Соны осындай тақырыпты біз ашып көрсеттік. Әйтпесе, егер контраст өнімізде білмейсің, контраст болмаған жағдайда тақырыпта ішкі үйлесім болу керек. Екі нәрсе бар. Кейде сөздердің өзінің ұйқасын жеу керек, бірақ ұйқас қуалап мүлде қуып кетуге болмайды. Ұйқас қуалағанда белгілі бір шек болады. Сөздердің өзінде не басталуында, не аяқталуында ұйқас болу керек. Пакистанға барғанда мен жаздым, мақалама 3 нөмірге шықты, Паранжасыз Пакистан дедім. Екеуі де парытына басып, мен кетеді Паранжасыз Пакистан. Бұл деген сөздің мұның ар жағында бірнеше мағына тұрады. Жалпы тақырып көп мағыналы болып кетіп қалатын сөз астар болу керек. Тақырыпқа астар қоя білу керек. Астар дегеннің өзі ұғым бар. Ешкім нанбайды, Балқаш көлінің астында, тура сол Балқаш көлі сияқты көл жатыр. Тура Балқаш бетіндегі Балқаш көлінің астында қайталайтын 2000-нан астам тереңдікте тағы тура сондай таласынан қоры бар. Баяғыда астар деген жағын, мына Қызылорда қаласында сыйлап келген кезде Ықсан Мұстафин Біләліш қалада көшесі бар, мұсын жоқ бар. Бар, сол кісі осы қалағасын тұрған кезде солды айтқан
Қызылорда өзенінің астында тура осы өзен сияқты екінші өзен бар, сондай арна бар деген. Солардан таптым, содан сұрап міне сол сияқты журналистердің не жазсаңдар да екінші асар болу керек. Паранжас Пакистан бір жағынан жаңағы өзінің несі сөзі үйлесіп тұр. Пәмен басып тұр, екеуі үйлеседі. Екінші жағынан Пакистан Паранжа көріппейді. Үшінші жағынан мен Паранжас Пакистан жан-жағынан ашып көрсетемін. Демек Пакистан мен үшін бір көңілсіз, мен Пакистанды Паранжас қалпында көрсеткім журналист ретінде. Демек сонда мақала бірнеше тура мағынасы бар, әр астарлы мағынасы бар. Осындай тақырыпты іздеп, осындай тақырыпты қоя білсе, өте үйлесімді болады. Немесе Нью-Йоркқа барғанда мақала жазылып, енді тақырып керек. Жалпысында ең қиынына сол тақырып алып қойған, тақырып алып қойсаң, адамның бөлік адамның көркі ғой. Демек сол сияқты тақырып алып қойса мақала ашып тұрады. Нью-Йоркқа барғаннан кейін ойландым. Ананың барлығы биік үйлер ғой, оның ар жағында жүріп жатқан тіршілік бар. Былай қарағанда биік ағаштардың астында орманы бар, ағаштар болса, астында неше түрлі аң мен құс тіршілігі бар ғой. Көз алдына соны елестететіндей, тас орманның тасасында дейді. Тас орманның тасасында көбіректен 3 сөз тақырып ең жақсы. Ең жақсы таба білсеңдер, тақырып 3 сөз болған өте жақсы. Бір сөздегі романның аттары Үркер деген Әбіштің романы сияқты, жаңағы Аласапран деген Мағауиннің романы сияқты тақырыптарда бір сөз көп болмайды. Кей дегенде бір сөз болады, ол үлкен адамға сәтті арналған бір бет мақала соған ғұлама дей салуға болады, ол ақтайды. Әбішке арналған бір бет мақала болсын, оны абыз дей салуға болады, ақтайды. Ал ондай жағдай бізде күнде кездеседі, газет күнде шығады. Ал сюжеттің астына тақырып бересіздер, онда көбіректе бір сөз біздің мақаламен неге жарамайды. Ең кемі 2 сөз болу керек, ең дұрыс 3 сөз болу керек. Кейде 4 сөз, бірақ 4 сөздің ары асып болу керек. Шебер болсаң, 4 сөздің асылмасаң, тақырып болады. 4 сөзден кейін сөйлем байланып беріп, сөйлемді айттым, онан кейін ешкім оқымайды. Сөйлеміңді оқытты, 2 қой соқтырып қалып дейді, 2 қой соқтырып қалады екен ғой деп оқымай кете береді. Осындай жағдайда 3 сөз тақырыптар көбінде өзін ақтайды. Сонда мен алдым. Тас орманның тасасында деймін, қазіргі мақалалардың барлығында жазып жүрмін, қазіргі мақалалардың барлығында мен көбіне 3 сөз, кейде 2 сөз болады. Өткенде Сары Қортықтың сыры дедім, күн туралы жазғанында. Сары бірінші сөзі, сыры үшінші сөзі. Сонда мына бірінші сөзбен үшінші сөз үйлесіп келгенде ішке иірім пайда болады. Иірімді нәрсе оқығанға тартып тұрады, үйіріп әкету керек. Екінші, онан кейін неде болады, жаңағы қазанның бөркін айтқан екен ғой, кейде таза ұйқас болу керек. Үшіншісі, жаңағы екінші үйірімді айттық қой. Бірінші ырғақты айттық, параллез, бірінші контраст айттық. Не контраст, не болмаса ырғақ болу керек, не болмаса жаңағы 3 сөзден тұратын үйірім болу керек. Енді төртінші мысалы ұйқас болу керек. Ұйқас деген тақырып отырған Қазанға барып, қазан барлап, кремін барлап, Татарстанның жағдайын көргеннен кейін мақала жазатын болдым. Мақала жазған кезде ойладым, мақала жазбай, тақырып жоқ. Татарлар туралы бәрін тартатын тақырып керек. Көрдім, дәстүрін көрдім, бәрін көрдім. Баяғы Иван Грозин заманында тәуелсіздігін айырып қалған халқы, бірақ тілі бар, түрі сақталған, діні сақталған, экономика сақталған. Жоқ нәрсе тек қана тәуелсіздік жоқ. Соны мақаланың тақырыбында ашып көрсету керек. Қарадым, содан кейін музейін қараған кезде көрсетті ғана. Оларда қазанның хандары, өзі бірақ патша дейді. Біз бәріміз қазан хандығы дейміз. Олар қазан патшалығы дейді. Біз патшалық болғанбыз, бізде патша болғандай жарайды. Патша болған, патшаның бөркі болған. Ол Москвада үлкен Российдің мемлекеттік музейінде тұр. Қазан патша демен қазан ханның бөркі деп тұрған бас киімі. Сол бас киім таққа кім отырады, елді кім деген соған кигізетін бас киім болған. Онан жағы алып кеткен. Ол Москвада ойладым да тақырып ойдың бөркі кеткенмен көркі кетпеген. Бөркі тәуелсіздік кетіп қалды, бірақ көркі кеткен жоқ. Тілі бар, дәстүрі бар, діні бар, бәрі өздерінде қалды. Сонда көркі мен бөркі ұйқасып кетті. Міне сол ұйқасқанның арқасында мақала
жақсы оқуды көрпе кеткенмен өзі кеткен екі нәрсе бірінші контраст бар кеткен кетпеген біреу кетті біреу кетпеді контраст бар бір біріне қарама қайшылық бар екінші жағынан көрпе мен бөркінің ұйқасы бар міне осындай тақырыптар болса оқылады сұрақтар бар ма бірне сұрақтар болса жауап берейін содан кейін тағы да қарай тақырыптың тағы бір жақсы мысалын айтып берейін кейде мына нені кәдімгі мақаланың бүкіл астарын түгел ашып береді. Бұл ертеректе болған оқиға. Біз онда Лениншевская істейміз. Сейдат Медбеков деген кісі редактор болды, мықты редактор еді. Ол кісі тек тақырыбын жөндеп беретін, басқа ештеңе тиіспейтін. Кейде тақырып таппай ол кісінің бір екі мысалын айтып береді. Кейде тақырып таппай қиналасың, тақырып мақаланың ішінде болады. Өз мақалаңды қайтадан оқысаң, тақырып мақаланың ішінде тығылады. Тек қана әлгі ініне тығылып жатқан телефон суырып алған сияқты тақырыпты суырып алу керек деп онан тақырып. Соның мысалы Мұзафар Әлімбай деген ақын болды, осы бір екі жыл бұрын кәрде қайтыс болды ғой. Енді сол кісінің 70-ге толды ма, 60-ға толды ма мерейтойында мақала жазылды. Тақырыбы Сейд Ахмет Бердіқұлов ұнамады. Бұлай ойлады, жаңағы әдебиет бөлімінен келіп секретарьда жаңағы нөмір апарғанбыз, бәрібір тақырыпты алынғаннан кейін ой болсын мақаланың өзін оқып көрейікші деді. Мақаланың ішінде енді ақын қармаған мақала, ақынның өлеңдерінен үзінді келтіреді. Мынандай кесек-кесек үзінді берілген бір шумағында тәуекел танкісіне мініп едім деген сөзі бар екен. Соғыстан ғой, сонда тәуекел танкісіне мініп едім деген сөзі бар екен. Тақырыбына тұр ғой дейді. Тәуекел танкісіне мініп едің дейді. Анау едім деп жазған, мен тәуекел танкісіне мініп едім. Ол салты тәуекел танкісіне мініп едің дейді. Тағырасында тәуекел мен танкіде ырғақ бар. Міне осындай кей жағдайда тақырып мақаланың өзін іште тұрады. Содан Сейд Ахмет марқұм десе бірде ол совет заманы Қарқаралы қаласында Мақсым Омарбек деген журналист болды. Бір аяқ киім істеп жүрсе, ол кезде газетке үнемі үлкен мақала беретін. Мақалалар және ой салатындай кәдімгі қоғамға ішкі наразылығы бар мақалалар болатын. Соны басқа газет басқа Лениншевскаяны басатынбыз. Сонымен бір күні Қарқаралы қаласында мектепке Шопан өзі бір совхоздың бөлімшесінде қой бағады. Соның шешесі Қарқаралыда қалада тұрады екен, сол шешесіне бірінші классқа баратын әжесіне қызын жіберіп, қызды оқытты. Бірнеше күннен кейін қыз бала Қарқаралыда адасып кетеді. Мектептен келмейді. Қараса үйге келмеген. Сұрайды, ешкім білмейді. Содан кейін облыста жаңағы аудандық радио бар, радиодан хабарлайық дейді. Хабарлайтын кезде олар айтады, бізге райком партияның рұқсаты баланы жоғарыларын айтуға болмайды, ондай хабар бере алмайды, райкомнан рұқсат бермейді. Ол райкомға барса, райком бірінші қаршысына кіре алмайды. Ертесінде үйге барып келсе, жоқ бізге адамның жоғарыларын айтуға болмайды, оған рұқсат жоқ деп айтты дейді. Сонымен үшінші күні жаңағы қыз баланың аштан өлген, Қарқаралының ар жағында орманның ішінде бір 500 метрінде бір шағын ба жарты шағын жерде ағаштың қыз бала өліп қалған екен, үшінші күні денесі табылды. Сонда егер радиодан хабарды берсе, біраз орыстар көрген екен. Ойнап жүрген бала екен дейді, ауылдан келген қыз бала орысша білмей, анадан адасып деп айта алмаған. Қайта орысша қашып кеткен, олар ойлаған, адасып деп ешкім ойнамаған. Ойнап жүрген бала ғой деп, көрген орыстардың өздері қарамай кетіп қалған екен. Егер радиодан хабарланса, баланы тауып, кәдімгі алып келетін дейтін екен, сонда хабарландырып белгілеп қойғаннан. Соған мақаланың тақырыбы келген кезде газетке шығайын деп жатқанда орманда адасқан қыз болды. Орманда адасқан қыз, бәрі түсінікті, қыз бала орманда адасып кеткен. Сейд Ахмет Бердіқұл не істеді? Ол тақырыпты сыстады да адасқан кім деп тақырып қойды. Бағана қоғамға адасқан кім сұрақ қойды. Міне бір тақырып ана бүкіл нәрсені үлгеріп тұрғаннан ғажап жібереді, мен сонда көрдім. Адасқан кім дегенде анада орманда адасқан қыз, онда қыз баланың өзі орманда адасқан кім деген бүкіл қоғам, біздің басшылық қайда жатыр, біздің басшылық адасып бара жатқан жоқ па. Міне осындай шеберлікке дейін адам жету керек. Ол шеберлікке жету үшін өздерін шындап көру керек. Тақырыпты сен мақаланы қайтадан жаза алмайсың, себебі мақаланы қайта жазу қиын ғой, сен жазып қойың. Ал тақырыпты бірнеше нұсқалап қарастыру керек дейді. Ерінбеу керек,
алдымен ойға бірінші келгенді қоя салмау керек. Тағы сәл ойланса, тағы сәл жеткізілсе, мына жағынан бір іздейін, болмаса мына жағынан шығып іздейін, мына жағынан кейбір жақсы зданиені ескерткіш төрт жағынан қарайсың, сол сияқты үш-төрт тақырып, бұлар жағынан бір қара тақырып, былай қойсам ба еді, жоқ былай қояйын десең, ақырында тақырып табылады. Кейде бағдарламаның аттары да сол сияқты, бағдарламаның аттарын қойғанда хабарда да маған келеді, Қазақстанда да маған келеді, сол бағдарламаның атында деймін, жан жағынан не екенін көріп алу керек. Айланып қараған деген сияқты жан жағынан көріп алсаң, соның ең негізгі өзекті болатын нәрсесін тапсаң, сол саған тақырып болады. Тақырып табу журналистикада ең қажет дүние, болғанда сендер біртіндеп жетпейсіңдер, біртіндеп шеберлік арқылы оған жеткізуге болады. Түстен кейін мен сізге қатемен жұмыс істеген ең үлкен сала бар. Қалай қатесіз керек, қатемен қате қалай жейміз, қалай табамыз, ол әріп қатесі емес, басқаларға оны түстен кейін айтамын. Тағы сұрақ қойды, сәлден кейін ойымда тағы жинақтап, нәрселерін байытып кіремін. Біраз сұрақ қойып алайық, да? Айнар аға, бірінші көбісі әркім арқылы жазып, біреу бірінші қойып жазып, екіншісі мақаланы жазып болғаннан кейін негізі осының қайсысы дұрыс? Екеуі де бірдей тура менің өзім солай істеймін. Кейде бүкіл мақаланы жазғанда соңғы тақырыпты қоямын. Кейде алдымен тақырыпты қойып аламын да мақаланы жазамын. Бұларда нәрсе мынада. Сенде бүкіл материал болу керек, және сол материал толық болғанша ешқашан мақаланы жазбаймын. Әңгіме тек сонда. Сен мақала толық болған жағдайда сен кейде бүкіл тақырыптарын қойып аласың, өйткені себебі не жазасың біліп отырсың. Онда мен мысалы келтірген Мағауин Аласапыран деген кітап жазды. Кейін мен деген кітап жазғанда айтады, мен Аласапыранның бірінші сөйлемін қалай бастағанда, ең сөйлемі сөйлемін қалай аяқтайтыны көз алдында тұрды дейді. Ал қараңыздар, анау 25 тарау бірінші кітабы, екінші кітабы 25 тарау, мына сонда 40-50 тарау. Егер біздің кино мықты болса, мына ешқандай емес Аласапыранды кино болса, нағыз қазақтың тарихы, нағыз керемет киносы болатын еді. Сонда Мағауин